Сәлем достар, мен сіздерге бүгін дәл осындай ерекше турецкий самса жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге керек болады un, содасыз, жұмыртқаның сарыуызы, сметана, сары май, тұз керек болады. Алдымен сметанамызға содамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Енді сары майымызды теркадан өткізіп алып, жақсылап унға илеп аламыз. Көріп тұрғаныңыздай жақсылап илеу керек. Unumuzda енді жақсылап илеп алдық. Енді сметанамызды саламыз. Жұмыртқаның сарыуызын саламыз. Тұзды саламыз. Енді жақсылап лопатамен араластырып аламыз. Енді жақсылап қолымызбен жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Көрсетілген ундан бөлек un салмаймыз, қолға жабысқақ қамыр болады. Қолымызбен жақсылап ұрып қамырды илейміз. Біздің қамырымыз дәл осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Енді қамырды екі бөлікке бөліп аламыз. Салапанға орап, морозильникке 1 сағатқа қоямыз. Енді қамырымыз 1 сағат тұрғанға дейін біз ішіне салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге керек болады фарш, картошка, пияз, тұз, қара бұрыш, әртүрлі қалаған перестеріңізді қолдана аласыз. Самсаның перестері де болады. Енді пиязымызды теркадан өткізіп аламыз. Ыдысымызға саламыз. Картошкамызды да теркадан өткізіп аламыз. Онда ыдысқа саламыз. Фаршымызды саламыз. Енді тұз, қара бұрыштарымызды салып, жақсылап қолымызбен езіп араластырып аламыз. Біздің фаршымыз дайын болды. Енді фаршымызға әдемілеп форма беріп шығамыз. Форманы беріп жатқанымыздың себебі самсаларымыз бірдей болып шығу үшін барлығына бірдей жету үшін. Қолыңызбен дәл осылай форма беріп аласыз әдемілеп. Фарштарымыз дайын болды. Енді қамырымызды алып жаямыз. Жұп-жұқа болуы керек. Жақсылап жайып алсаңыз болады. Енді дәл осылай бөліктерге бөліп аламыз. Көріп тұрғаныңыздай бізде дәл осылай бөліктерге бөліп шықтық. Енді самсамызды орап аламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей орасаңыздар болады. Әдемілеп, жақсылап тартып барлық жеріне жеткізіп орап алыңыздар. Екі жағын жаппасаңыз да болады, жауып қойсаңыз да болады. Тағы көрсетейін дедім сіздерге, дәл осылай әдемілеп орап аласыздар. Қорқпай қойыңыздар, ішінен соқтары шығып кетпейді. Өте сочный болып, ерекше болып, дәмдері күшті болып шығады. Әрине дайындап көріңіздер. Мен басында 1-2 дәл осылай жауып қойдым. Қалғандарын жапқан жоқпын. Енді самсаларымызды жақсылап түгіп алдық. Үстінен жұмыртқаны сүртіп шығамыз, барлық жеріне тигізіп.
Ал жұмыртқаларымызды жақсылап сүртіп алдық. Енді үстін безендіреміз. Мен күнжет қолдандым, ал сіздер қара бұрыш қолдансаңыздар болады, күнжет қолдансаңыздар да болады. Енді қызып тұрған духовкада 190 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Біздің самсаларымызда осындай керемет болып пісіп шықты, түстері де әдемі болып. Жанұяңызға да бірдей жағатын өте ерекше, тесталары да өте жұмсақ самсаларымыз дайын болды. Әрине дайындап көріңіздер. Қонақ келген кезде де тез дайын болады және ерекше көрінеді. Іштері де сочный болып пісіп шығады. Дәл осындай ішіндегі фарштар да пісіп шығады. Әрине дайындап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ал сіздерге сәттілік, әрине жасап көріңіздер.